Қарағандының іргесінде орналасқан жаңа Күнгейдің 12 көшесіне ат беру осыдан 3 ай бұрын басталған еді. Алдыңғы тыңдауларда келмеске кеткен кеңес дәуірін аңсаушылар жаңа есімдерді беруге қарсы шыққанда болатын. Ал кезекті отырыста залға жиналған 200-ден артық тұрғындар ел есінде елеулі істерімен қалған азаматтарды бір ауыздан қолдап шықты. Алдарыңыздағы тақтайшада қаншама осы елге, қазақ халқына өлшеусіз еңбек сіңірген адамдардың жемісті еңбектерінің нәтижесін қаншама ұрпақтары халқы алдарыңызда паш етіп жатыр. Бұл кісілер тек қана Күнгейден емес, Қазақстанның кез келген қаласынан ойып тұрып көшесінің ортасынан орын алатын кісілер. Көшелерге қазақ балалар әдебиетіне еңбек сіңген Жақан Смақов, Кеншілер қаласының құрылысына атсалысқан Кәрібос Шектібаевтың есімдері берілді. Сондай-ақ 12 көшенің бірі Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровтің атасы Жұмаш Әубәкіровке бұйырды. Жұмаш Әубәкіров 1920 жылы Тельман ауданы Өгістау ауылының тумасы, Ұлы Отан соғысының ардагері, Қарағандының дамуына үлкен үлес қосқан азаматтардың бірі. Қарағандылық қоғам қайраткері Айтқожа Фазылов шаһардағы көшелердің қазақшалануын игі басама деп есептейді. Алайда олардың саудаға түсіп, таныс тамыр арқылы бөлінетініне қынжылады. Кешегі еңбек адамына, ғылым адамдарына көше берілмейді. Көше кімге беріледі? Көше ақшасы балалардың аталарына, әкелеріне. Қолында билігі бар азаматтардың әкелеріне, аталарына, олардың не болғанына қарамай соған беріліп жатқанға. Жалпы Қарағандыдағы көше атаулары бұқаралық ақпарат құралдарында сан мәрте сөз болған. Талай сынға іліксе де Ленин бастаған қызыл көсемдердің есімі ауысар емес. Сондай ешқандай мағына бермейтін Привокзальная, Моторная, Заводская, Кирпичная секілді ықшам аудандар әзірге мығзымай тұр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.